Шок факт, адам миы 2,5 петабайт ақпаратты сақтай алады. Ғалымдардың зерттеулеріне сәйкес, адам миының жады шамамен 2,5 петабайт ақпаратты сақтауға қабілетті. Бұл дегеніміз 2.500.000 гигабайт көлеміндегі мәлімет. Салыстырмалы түрде қарасақ, 1 гигабайт шамамен 2 сағаттық жоғары сапалы музыканы сақтай алады. Ал 2.500.000 гигабайт дегеніміз Netflix-тегі барлық фильмдер мен сериалдарды шамамен 300 жыл бойы үздіксіз көріп шығуға жететін ақпарат көлемі. Адам миы қанша естелік сақтай алады? Ғалымдардың болжамынша, адам миы 1 миллионнан аса жеке естелікті сақтай алады. Бұл әр күнге бір естеліктен есептесек, 3000 жыл өмір сүрсе де, ми оны ұмытып жібермейді деген сөз. Неліктен бәрін есте сақтай алмаймыз? Адам миы бәрін емес, тек маңызды немесе жиі қайталанатын ақпаратты ғана ұзақ мерзімге сақтайды. Көп мәлімет қысқа мерзімді жадта қалып, біраз уақыттан кейін өшіп қалады. Бірақ кейде белгілі бір иіс, дыбыс немесе таныш жер ұмытылып кеткен естелікті қайтадан есімізге түсіруі мүмкін. Бірінші, ми ең қуатты компьютер. Адам миы секундына 10 шексіздік дәрежесіндегі операцияны орындауға қабілетті. Бұл ең жылдам суперкомпьютерлерден де озып түсе алатынын білдіреді. Бірақ оның жұмсаған қуаты шамамен 20 ватт қана. Бұл бір шамның жарығындай ғана энергияны қажет етеді. Екінші, ми ешқашан демалмайды. Тіпті адам ұйықтап жатқан кезде де ми жұмысын тоқтатпайды. Ұйқы кезінде ми күндізгі алған ақпараттарды сұрыптап, есте сақтау мен ұмыту процесін жүргізеді. Сол себепті ұйқы есте сақтау қабілетін жақсартудың кілті. Үшінші, ми өз-өзін алдай алады. Кейде адам миы шындық пен қиялды ажырата алмай қалады. Мысалы, қорқынышты фильм көргенде жүрек дүрсілдеп дене терлеп кетеді. Бұл миымыздың көргенді шынайы жағдай деп қабылдап, бүкіл денеге сигнал жіберетіннің дәлелі. Төртінші, ешбір ми бір-біріне ұқсамайды. Әлемде бірдей ми жоқ. Саусақ іздері секілді әр адамның ми құрылымы, ойлау тәсілі, еске сақтау формасы бәрі бірегей. Тіпті егіздердің де миы дәл бірдей емес. Бесінші, ми жаңа байланыстарды үнемі жасап отырады. Жаңа нәрсе үйренген сайын миымызда жаңа нейрондық байланыстар түзіледі. Яғни, ми тұрақты түрде құрылып жатады. Жаттығу мен білім алу ми құрылымын тікелей өзгертетін ең мықты құрал.